Бүгінгі ақпараттық танымдық бейнесабақтың тақырыбы тәуелсіздікпен тілдесу. Жалпы тарихымызға тоқталатын болсақ, көне күлтегін ескерткіші жазуында елін елдік етті, жауын бейбіт етті деген сөздер бар екен. Осыдан 1000 жылдан көп бұрын айтылып тасқа қашалған бұл сөздер біздің басымыздағы бүгінгі жағдайға тікелей қатысы бар сияқты. 2001 жылы қазақтың батыры Кенесары Қасымовтың ескерткіші Астананың қақ төріне қойылды. 2001 жылында еліміз бойынша елеулі оқиғаларға толы болды. Осы жыл елімізде автомобиль жылы болып жарияланды. 2001 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Астана төрінен Атамекен Қазақстан картасы этнографиялық мемориалдық кешені ашылды. Тоқтала кететін тағы бір жайт, 2001 жылдың күзінде елімізге арнаулы сапармен Рим папасы Иоанн Павел II келген болатын. Рим папасы Иоанн Павел II елорда көркіне көзімен көңілі марқайып, саған Құдайдың рахым жаусын Қазақстан, сен келешекте қарыштап дамитын ел боласың Қазақстан деп еміреніп тұрып осы сөздерді таза қазақ тілінде айтуы бүкіл дүниені дүр сілкіндірген болатын. Қорытындылай келе 2001 жылы өткізілген ауқымды шараларға тоқталайық. 5 қаңтар Алматыда Орталық Азия мемлекет басшыларының экономикалық қоғамдастығының бірінші саммиті өтті. 20 ақпан Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Куала-Лумпурде Малайзия премьер-министрі Мұхаммедпен кездесті. Сәуірдің басында Қазақстан Республикасының азаматтарына ақшаларын заңдастыруға байланысты амнистия жасау туралы заң қабылданды. 5 қыркүйек Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанға жеке сапармен келген Испания королі Хуан Карлос I қабылдады. 29 қараша Қазақстан мен Әзербайжан арасында Каспий теңізінің табанын бөлу туралы келісімшартқа қол қойылды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бұл ауқымды шаралардың бір сыпырасы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.